Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай әдемі болып шығатын қазан кебап деген тамақты әзірлейміз. Негізі бұның атауы көп, бірақ интернетте негізі көбінесе қазан кебап деп аталады. Мен де бірінші рет дайындап көрдім, сондықтан менімен бірге дайындаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Еті үлбіреп піседі және картобы қуырылып пісіріледі. Алдымен етімізді жуып, оған шимек майымызды құйып, газге қоямыз. Етіміз қуырылып қайнағанша, сосын үстіне сәбізді үлкендеу етіп тураймыз. Ортасынан тек бір немесе екі бөлсеңіздер болады. Осылай етіп қайнап жатқан етіміздің үстіне сәбізімізді салып, бірге қуырып жібереміз. Міне барлығын қосып бірге қуырамыз. Енді бетін жауып қоямыз. Осының буына пісуі керек. Еттерімізге аздап су құйып қоямыз. Бір кеседей сол пісіп жатқанда еттеріміз, картобымызды дайындаймыз. Ашып, барлығын жуып, мен картобым үлкен болғандықтан ортасынан бір бөлдім. Негізі уақ картоптар болса бөлмегендеріңіз дұрыс. Менікі тым үлкен болғандықтан ортасынан тек бір бөлдім. Барлығын осылай бір ыдысқа салып, үстінен тұз бен бұрыш сеуіп, осылай етіп, негізі паприка болса да жақсы, менде болмай қалды, бірақ осылай да дәмді болып шықты. Паприканы барлығын бірге араластырып, майға қуырамыз. Мінекей біздің етіміз дайын болып қалды. Астын кішкене сөндіріп қойдым. Енді біз майға картобымызды қуырып жатырмыз. Мінекей барлығын осындай етіп пісіріп аламын. Көрдіңіздер ме, қандай әдемі. Енді осыны барлығын пісіріп дайындап алған картобымызды еттің үстіне саламыз. Мінекей қайнап жатқан етіміздің үстінен саламыз. Етімізді бірақ қарауларыңыз керек, сіздер пісті ме, піскен жоқ па. Барлығын үстіне салып, жарты сағатқа астын басып бұқтырып қоямыз, және үстіне бір стакан су құямыз. Мен ешқандай да тұз салмадым. Мен жаңа картоптардың барлығын тұздап алдым. Еттің өзі тұздалған. Ешқандай да тұз бұрыш салмадым. Бірақ сіздер еттеріңіз тұздалмаған болса, тұз салуларыңызға болады. Жарты сағаттың ішінде осындай дап-дайын болып шығады. Еттеріңіз үлбіреп, картоптарыңыз пісіп, картоптың дәмі фридің дәмі сияқты болып шығады. Сондықтан жасап көріңіздер. Бұл жолдастарыңызға, әсіресе ер адамдарға өте қатты ұнайды. Және видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Жасап көріңіздер және комментариймен бөлісіңіздер. Мен де бірінші рет жасап көрдім.